Талғар ауданындағы номер 30 мектеп осыдан жарты ғасыр бұрын 1966 жылы салынған. 460 оқушыға арналған оқу орнына қазіргі таңда 1342 бала барып жүр. Алайда мектеп ғимаратының іші сырты әбден ескірген, ал спорт инфрақұрылымы мүлде назардан тыс қалған. Мектепке жуырда жергілікті кәсіпкер Эльмира Рудакова арнайы келіп, оқу орнының қазіргі ахуалымен танысты. Оның назарын ең алдымен тозығы жеткен спорт алаңдары мен қауіп төндіретін еден жабындары аударды. Атап айтқанда футбол қақпасының торлары жыртылып, баскетбол сақиналары торсыз күйде тұрғанын, спорт залдағы жабдықтарды өз қызметін атқаруға жарамайтынын көріп қайтқан болатын. Мектептегі жағдайға бей-жай қарамаған кәсіпкер бір сыныптың еденін толықтай жөндеп берді. Бұған дейінгі линолеумның астында бортылда қиыршық тастар мен үлкен тесіктер балалардың ойнап жүріп жарақат алуына себеп болуы мүмкін еді. Жөндеу жұмысы барысында еденнің беті тегістеліп, арнайы бетон контакт жағылып, экологиялық және суға төзімді винил жабындысы төселді. Бұл материал зеңге, шіруге ұшырамайды, әрі ауаға зиянды зат бөлмейді, дейді кәсіпкер. Қазіргі кезде мектеп ұжымы жағдайды өз күшімен шешуге тырысып отыр. Өз жалақысынан ақша шығарып, жұмысшылар жалдап, сыныптарын жөндеп жүрген ұстаздар да баршылық. Мысалы, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Ақмарал Жұмабекова еден жөндеуге 110 мың теңге жұмсаған. Полды былтыр мен наливной пол құйғыздым. 4 банкадай кетті ғой деймін, албан красымен, половоймен краски етіп, сосын кепті деп кірген кезде жұлынып аяққа жабысып, содан кейін біз необходимо болғаннан кейін линолеум алып төсеп салдық. Өз ақшаңызға? Қанша теңгеңіз жұмсадыңыз? 110 мыңға кетті, 110 мың кетті. Өзіңіз төледіңіз? Енді қазір ол қандай, көңілден шыға ма? Қазір көңілден шықпайды, уже міне августте салдық, уже одан бері қарай міне 8 ай өтті ма, уже түрде жаман болып кетті. Бұл мектептің мәселесі жеке бір ауылдың емес, бүкіл елдің ортақ проблемасына айналған. Ата-аналар мен ұстаздар, кәсіпкерлер мен жергілікті билік бірлесе қимылдағанда ғана жағдай жақсаратыны анық. Қазір мектеп басшылығы қосымша ғимараттар салу үшін инвесторлар іздестіруде.